Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 5-ші сабақта көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдарды орындауды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмаға қарайық. Кестені оқып сандарды дөңгелекте. Миллионға дейін, жүздік мыңға дейін, ондық мыңға дейін. Біз осыған дейін сандарды дөңгелектеп үйрендік. Егер де дөңгелектейтін саннан кейінгі сан 5-тен төмен болса, ол сан өзгеріссіз қалады. Ал егер де сан 5-тен жоғары 9-ға дейінгі сан болса, ол бір санға артады дегеніміз. Енді қарайық. Жыл басындағы 17 жасқа дейінгі балалардың саны дейді. Енді миллионға дейін дөңгелектеп көрейік. 5.459.028-ді біз 5 миллион деп дөңгелектейміз, өйткені 5-тен кейін 4 тұр. 2.803.263-ті 3 миллион деп дөңгелектейміз. 2.655.765-ті біз 3 миллион деп дөңгелектейміз, өйткені 5-тен үлкен сан тұр. Енді 5.623.387-ні 6 миллион деп белгілейміз. 2.889.156-ны 3 миллион деп белгілейміз. 2.734.231-ді 3 миллион деп белгілейміз. Енді жүздік мыңға дейін дөңгелектейік. 5.459.028-ді 5 миллион 500 мың, 2.803.263-ді 2 миллион 800 мыңға дейін белгілейміз. Дөңгелектейміз. Қалғандарын дөңгелектегендерді жазып қойдым. Енді ондық мыңға дейінгі дөңгелектегенді қарайық. 5.459.028-ді біз 5.460.000 деп дөңгелектесек болады. Ал 2.803.263-ді 2 миллион 800 мың деп дөңгелектейміз. Қалғандарын дөңгелектегенді жазып қойдым. Сендер соны жазып алсаңдар болады. Ал енді екінші тапсырмада сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Біз сандарды разрядты қосылғыштар түсінде жазуды білеміз. 52.369-ды 50.000 қосу 2.000 қосу 300 қосу 60 қосу 9 деп жазсақ болады. Ал 125.500-ді 100.000, 20.000, 5.000 және 500 деп жазсақ болады. Енді қалғандарында жазып алыңдар балалар. Екінші тапсырмада берілген сандардан бірге артық және бірге кем сандарды ата дейді. Ол деген оңай. 52.369-ға бірді қосайық. 52.370 болады. Ал бірге кем санды айтатын болсақ, 52.368 болады. Ал 125.501 болады. Бірді қоссақ, ал бірге кемітсек, 125.499 болады. 409.211 немесе 409.209 болады. Тура осылай қалғандарында есептеп жазып аламыз. Үшінші тапсырмада есептеуді қалай орындау керектігін түсіндір. Есепте дейді. 8-ден 3-ті алсақ 5 болады, ал 8.000-нан 3.000-ді алсақ 5.000 болады. Өйткені ол мыңдық қой, 3 0 тұр, сондықтан ол 5.000. Енді 60-қа 20-ны қоссақ 80 болады. 60.000-ға 20.000-ды қоссақ 80.000 болады. Бұл жерде 6-ға 2-ні қоса саламыз. 8 артына 10-дық болғандықтан 1 0, 10.000-дық болғандықтан 4 0 қоямыз. Енді 900-ден 4-ті алсақ 500 болады. Ал 900.000-нан 400.000-ды алсақ 500.000 болады. Тура сол сияқты қалғандарында есептеп аламыз. Төртінші тапсырмада Қазақстан туралы мәліметтерді бірлік мыңға дейін дөңгелектеп көшіріп жаз дейді. Қазақстанның жер аумағы 2.724.900.000-ды бірлік мыңға дейін дөңгелектесек 2.725.000 болады. Қазақстанның халық саны 18.895.567-ні біз 18.396.000 деп жазамыз. Енді ең ірі су қоймалары Каспий теңізінде 371.000-ды біз 371.000 дейміз, өйткені 371-ден кейін сан жоқ. Арал теңізі 8.333 км квадрат дейді. Ал біз 16.000 деп дөңгелектейміз. Одан кейін ауданы бойынша ең үлкен облыс Қарағанды, оның ауданы 428.000 дейді квадрат, ал біз оны 428.000 деп дөңгелектейміз. Бесінші есепте дейді. 887.900-ден аламыз 3.000-ды, сонда 84.900 болады, одан 500 алсақ 84.400 болады. 320.000-нан қосамыз 4 миллионды, сонда 4 миллион қосу
60 мың, сонда 4 миллион 380 мың болады. 126 мың 287-ден аламыз 20 мыңды, аламыз 80-ді, сонда 106 мың 907 болады. Тура сол сияқты басқа есептерді де жазып аламыз. 6-шы есепте теңдеулерді шеш дейді. 18 мың қосу 300 қосу x тең 20 мың. Бұл жерде бірінші өрнекті ықшамдап алайық. 18 мыңға 300-ді қосамыз. 18 мың 300 қосу x тең 20 мың. Енді x табу үшін 20 мыңнан 18 мың 300-ді алсақ, x-міз 1700-ге тең болады екен. Енді тексереміз. 18 мыңға 300-ді және 1700-ді қоссақ 20 мың болады, тең 20 мың. Екіншісі 75 мың 900 алу x тең 45 мың қосу 5 мың. Алдымен ықшамдаймыз. 75 мың 900 алу x тең 50 мың. Енді x табу үшін 75 мың 900-ден 50 мыңды аламыз. Сонда x-міз 25 мың 900-ға тең болады. Енді тексерейік. 75 мың 900 алу 25 мың 900 50 мың. 45 мың қосу 5 мың 50 мың болады. 7-ші тапсырмада есепте топ ішінде кім жылдам есептейді? Мына бағандарды құрылу заңдылығын тап. Өзің осындай мысалдар бағанын ойластырып қайтадан есепте дейді. 125-ке 5-ті қоссақ 130 болады. 1250-ге 50-ді қоссақ 1300 болады. 12500-ге 500 қоссақ 13 мың болады. 125 мыңға 5 мыңды қоссақ 130 мың болады. 125 мыңға 50 мыңды қоссақ 175 мың болады. Бұл жерде біз бірліктерге қосып жатырмыз. Екіншісінде біз ондыққа қосамыз, үшіншісінде жүздікке, осылай кете береді. Енді екіншісін қарайық. 155 мың 555-тен 5 аламыз, 155 мың 550 болады. Енді ондықты алып жатырмыз. 155 мың 555-тен 50-ді алсақ, 155 мың 505 болады. Енді 155 мың 555-тен 500-ді алсақ, жүздікті 155 мың 55 болады. 155 мың 555-тен аламыз 5 мыңды, 150 мың 555 болады. 155 мың 555-тен 50 мыңды алатын болсақ, 105 мың 555 болады. 8-ші тапсырма сандарды оқы, заңдылықты анықта, заңдылықты жалғастыр, тағы 3 сан жаз дейді. Бізге берілген 120 мың 21 екен, 230 мың 32, 340 мың 43. Бұл жердегі заңдылықты анықтау үшін біз 230 мың 32-ден 120 мың 21-ді аламыз. Сол кезде 110 мың 11 шығады екен. Енді 340 мың 43-тен 23 мың 32-ні алсақ, ол да 110 мың 11 болады екен. Яғни бұл жердегі заңдылық 110 мың 11-ге артып отыр сандар. Енді бізде үшіншісі тұр, 340 мың 43-ке 110 мың 11-ді қосамыз. Сонда келесі сан, төртінші сан 450 мың 54 болады екен. Одан кейінгі санды табу үшін 450 мың 54-ке 110 мың 11-ді қосамыз. Сонда 560 мың 56 шығады. Одан кейін тағы да оған 110 мың 11-ді қоссақ, 670 мың 76 шығады. Яғни тағы да 3 сан бізде 450 мың 54, 560 мың 56, 67 мың 76 деген сандар. 9-шы тапсырмада деректер бойынша кесте құр және таудың ең биік нүктелерін өсу ретіне қарай орналастыр. Берілген сұрақтарды пайдаланып есептер құрастыр, нешеге биік, нешеге аласа дейді. Біз өзіміз мынандай кесте құрамыз, Қазақстанның шыңдары туралы, Мұзтау шыңы, Абай шыңы, Талғар шыңы. Енді өсу реті бойынша жазып шығайық. Ең алдымен ең азы жазылады, 1131, одан кейін барып 4506, 4511 жазылады, одан кейін 4973 жазылады, 6995 және 7439 жазамыз. Енді есептер құрастырайық. Мұзтау шыңы Ақмешіт шыңынан нешеге биік? Мұзтау 4506, Ақмешіт 1131. Оны табу үшін 4506-дан 1131-ді аламыз, сонда 3375 метр болады. Яғни жауабы Мұзтау шыңы Ақмешіт шыңынан 3375 метрге биік. Енді екіншісі Мұзтау шыңы Талғар шыңынан нешеге аласа? Мұзтау шыңы 4506, Талғар шыңы 4973. Оны табу үшін 4973-тен 4506-ны аламыз. Сонда 467 шығады. Яғни жауабы Мұзтау шыңы Талғар шыңынан 467 метрге аласа. 10-шы есепте
бізге есептер берілген, соның дұрыстығын тексер дейді. 900 мыңнан 600 мыңды алсақ 300 мың, тексеру үшін 300 мың 600 мыңды қоссақ 900 мың болады. 58 мыңнан 45 мыңды аламыз. Сол кезде 13 мың шығады. 125 мыңнан 20 мыңды алсақ 105 мың болады. Тексеру үшін 105 мыңға 20 мыңды қосайық, сонда 125 мың болды. 125 миллионнан аламыз 20 миллионды, сонда 105 миллион болады. 290 мыңға 310 миллионды қосатын болсақ, 310 миллион 290 мың шығады. 45 миллионнан аламыз 11 миллионды, 34 миллион шығады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.